Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін сіздермен халық емі бойынша мидың қан тамырын тазалау бойынша видео түсіремін. Оған керекті заттар: бір тал лимон, бір тал чеснок, және де азырақ мед және жылы қайнаған су керек. Бұмызды ашып аламыз. Чеснокты ашып алдық. Енді жуамыз. Жуып аламыз. Лимонды да жақсылап жуып аламыз. Чесногымызды енді майдалап турап аламыз. Чесногымызды майдалап алдық осылайынша. Енді лимонымызды осылай лимонымызды майдалап алдық. Енді оны банкеге саламыз. Енді бір ас қасық табиғи бал саламыз. Bir ас қасық табиғи бал салып, оны араластырамыз. Енді оның үстіне қайнап тұрған жылы су құямыз. Қайнатып алдым. Енді суды қойып қойдым. Қазір жылы. Осы жылы суды құямыз. Банкіге құйып алдым. Жақсылап араластырамыз. Крышкасын жауып, 3 күн қоямыз. Міне 3 күн болды. Банкымызды ашамыз. Үй температурасында 3 күн бойы банкымызды қойдық. Банкыны аштық. Енді оны араластырып аламыз.
Мен осылайынша. Және бұл жасаған емімізді 3 күн бойы бұл настойканы, міне осылайынша жасаған настойкамызды күніне 3 реттен тамақтан соң ішіп отыру керек. Сіздерге ем болсын. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ем болсын.